Байығың келсе, мына 5 саламен айналысу керексің. Мен деген жағдайын жасап тастағандардың 98%-ы тендермен көтерілген десе де болады. Біреуі қара жолмен, біреуі сері жолмен, біреуі ақ жолмен. Бұл жерде 600-ге жуық бұрын сонды олигархтардың кошелегі болған жер. Жұмысшы ұстау ең қиын нәрсе. Сіз жылаған екен деп өмір арзандап кетпейді, немесе жеңілдеп кетпейді. Кез келген мәселені қалай шешеміз? Бас демесе аяқпен қолға маза жоқ деген қазақ. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалайсыздар батырлар? Байығың келсе, мына 5 саламен айналысу керексің. Алдыңғы видеода 5 саламен, 5 жұмыспен айналыспау керек деп шығарған болатын. Қаншама талқылаулар болды, расымен де. Бірақ екінің бірі жасайтын жұмыстар осы. Өтірік емес, бас демесе аяқпен қолға маза жоқ деген қазақ атамыз. Енді бас тістетіп, осы салаларға кіре алсақ, табысымыз нольдан немесе барымыздан бірнеше есеге еселету мүмкіндігіміз бар. Өйткені бұлар инвестиция салуға лайықты жерлер десе де болады. Ең бірінші, қазір мен мына жаққа тізімдермен, сайттармен шығарып көрсетіп отырам. Сол сайттар арқылы кіріп көру мүмкіндігіңіз бар. Осы арнада оған қалай кіру керек екен, қалай жасау керек екен, барлығын реттеп қойдық. Бұл жерде 5 сала, 5 түрлі. Ең біріншісі енді тендер. Қазақстанда оған күмән жоқ шығар. Мен деген жағдайын жасап тастағандардың 98%-ы тендермен көтерілген десе де болады. Біреуі қара жолмен, біреуі сері жолмен, біреуі ақ жолмен. Қазір ақ жолмен көтерілу жолдары ашылды. Қарапайым құжаттарды тапсыру арқылы мүмкіндікті ашатын кезеңде келді. Біріншісі госсакуп. Госсакуп дегеніміз мемлекетке қатысты бүкіл мемлекеттік мекемелер, бюджеттік мекемелер, немесе АО, ТО-лар тікелей қатысы бар. Мектеп, больница, университет, воинский час, акимат, ДВД, сот, прокуратура, КМБ, балабақша, универ қандай да бір. АО, ТО, тазалық, су арнасы, энергия, рек, бұлар 20 триллионға жуық ақша бөліп, керек жарағын сатып алатын жерлер. Бұл жерде ешкімнің бір қатты көмегі керек емес. Түсінгенімізше өзіміз кіріп, қатысып, көрпемізге қартай көсіліп, қанша шығар аламыз, соған қартай басуға мүмкіндік бар. Бұл ең басты. Енді бұл жерде шынымен де ашық тұрған алам болғаннан кейін екінің біргісі кіргісі келеді. Базарда ашық тұр, екінің бірі неге кіре алмайды деген сұрақ туындайды. Системасын түсінбейді, ішкі жолдарын. Енді бұған екінші бір портал бар, тура осыған ұқсас, бұл Самұрық Қазына. Бұл ұлттық компаниялар, Қазақстан темір жолы, Кегов, Қазпошта, Өзенмұнайгаз, Қазмұнайгаз. Бұл жерде 600-ге жуық бұрын сонды олигархтардың кошелегі болған жер. Қазір қарапайым халыққа да бұрылып кел жатыр. Дұрыс құжаттар тапсыру арқылы мүмкіндікті басқаша да көруде. Енді қараңыз, шынымен де Самұрық Қазынаға әртүрлі қара жолдар көп. Былай дейді, былай дейді, былай дейді. Расымен де Самұрық Қазына керек па деген қазір сұрақта туындап жатыр. Бұл бөлімдерді госсакупқа да біріктіріп, сол жерден де жасай берсе деген ұсыныстар да келіп, қазір мемлекетте сондай бір шаруалар шешіліп жатыр. Енді бізге қалай болса да жүйелену арқылы системамен кіру жолдары бар. Қараңыз, тендер жойылады деген сұрақтар келіп кетеді. Жоқ, тендер жойылмайды, тендер жүйеленеді, яғни реформалар енгізеді тендерға. Ол дегеніміз біз сияқалды қарапайым ауылдан шыққан аға көкеш жоқ, құжат пен қаржыны дұрыс тапсыра алатын адамдарға мүмкіндікте ашылуда деген сөз. Енді үшінші, осыларға тікелей әсер ететін Самұрық Қазынаның өзінің арнайы магазині бар. Енді міне О-маркет. Бұл бірінші сала ғана, бірінші ғана кіру жолдары. Бұл О-маркет дегеніміз мемлекетке тікелей сатқызатын біздің онлайн магазиніміз. Ойлаңыз, бұл онлайн магазинді ашып қою арқылы сіз мүмкіндікті өзіңізге ашасыз. О-маркет біздің тілмен OLX деп ала берейік. Қараңыз,
Жаңағы айтқан тендерлер бұл базар сияқты, біз өзіміз предлагать етеміз, яғни ұсынамыз варианттар. Мынау, давайте мынаны орнына мынаны деген сияқты. Мынандай вариантпен, характеристикамен әкеп берем деп жібереміз. Ал о-маркеттің мамандары 50 000 товарға қойып қойған, сіз баға қоясыз. 50 000 товар мінездемесімен, характеристикасымен, өзінің керек жарақ фотосымен тұр. Тура осыған аламда, мысалы, мына бір пульт деп ала берек. Осы пультты фотосымен, характеристикасымен тұр, мен аламда баға қоям. Мысалы, мынау мен алатын жер 5000 теңге. Мен аламда 10.000 теңге деп қойып қоям. Енді қараңыз. Маған 10 заказ түсетін болса, үстінен 5000 теңге. Оны қабылдау немесе қабылдамауға құқығым бар. Қабылдасам, әр қайсынан 5000 теңге, 10 заказдан 50 000 теңге. Астанада отырмын, Қазақстанның 20 қаласынан маған заказдар түсе беру мүмкін. Бұлай айтқанда, қабылдасам болды, жеткізу мүмкіндігін ашам. Яғни, қазір поставщиктен ешқандай проблема жоқ. Бұлай айтқанда, сұраныстан ешқандай проблема жоқ. И логистикадан ешқандай проблема жоқ. Болды. Ең бастысы қайдан алу керек екенін білсем болды. Бұл бірінші түрі. Осы үшеуімен жабайық. Екінші түрі. Бұл аукциондар. Осы саламен өзіміз айналысамыз. Өзіміз осы жерде де көптеген дүниелерді шығарып, алып сату системасын құрудамыз. Аукциондар дегеніміз білесіздер, қазір мемлекеттің списанияға шыққан, конфисковать етілген, қандай да бір чиновниктің тәркіленген дүниесі елге қайтарылады аукцион арқылы. Яғни аукцион арқылы бағалап бұны нарыққа шығарып сатады. Бұл жерде банктың тартып алған машинасы, осының қандай да бір тәркіленген, таможняда шыққан, енді таможняда білесіз ғой, контрабанда деген дүниелерде болады. Осылардың барлығын мемлекет өзіне алып қалмайды, аукцион арқылы сатады. Ол госреестр, ЕТП әділет, сауда. Осылардың да тілін түсінсеңіз, сіз нарықтан кез келген нәрсені алып, сұрап тұрған адамдарға сату мүмкіндігін ашасыз. Тек қана бұл емес, бұның ішінде арнайы, мысалы қараңыз, бір парламент болса, парламент ішінде кофе аппарат қою мүмкіндігін сіз аукционнан аласыз, яғни госреестр порталынан аласыз. Мысалы, қандай да бір түрмен ішіндегі столовыйды сіз осы порталда аукцион арқылы ұтып алу мүмкіндігіңіз бар. Мектеп болсын, қандай да бір жерлерде. Сонда қандай да бір буфет ашқыңыз келсе, оны аукционда ойнап аласыз. Төмендету және жоғарылату. Английский және голландский аукцион деп атады. Осы жердің өзінде қаншама миллиардтардың заты дүниесі. Мысалы, шубалар таможнядан конфисковать етілген, сіз нарықтан 50% төмен бағамен алып, нарыққа сату мүмкіндігіңіз бар. Немесе бір буфетті алдыңыз, 50 000 теңгеге шығардыңыз, мысалы, біреуге субарендаға 100 000 теңгеге беру мүмкіндігіңіз бар. 50 000 теңге сіздікі. Осындай да мүмкіндіктер, жолдары көп қазір. Ол үшін кішкене бір басты қатыру керек дейтіміз сол. Ал ана жерде, анандай, мына жерде, мынандай деген қазір мәселе шешіліп кетпейді. Сіз жылаған екен деп өмір арзандап кетпейді, немесе жеңілдеп кетпейді. Кез келген мәселені қалай шешеміз? Біз одан өсіп алсақ, анау бізге оңай болып көрінеді. Бір нәрсе қымбат болса, жағдайың реттеліп қалса, анау арзан болып көріне бастайды. Тура осы сияқты біз нарыққа кіріп үйреніп алсақ, нарықтағылардың барлығы бізге тиімді болып көріне бастайды. Екіншісі түсінікті ғой, біріншісі тендерлер болса, екіншісі аукциондар. Аукциондардың ішінде жаңағы түсіндіріп берген кез келген сала бар. Бұл жерде тамақ, продукты, қызмет, жұмысты алам десеңіз болады. Үшінші, қандай да бір маркетплейстер. Енді маркетплейстердің ішінде де іріктеу керек. Қазір көптеген маркетплейстер бар. Ең бастысы деп айта берейін, Каспи маркетплейсмен айналысамыз. Каспи дегенде білесіздер, қазір ең актуальный тема Қазақстанда. Оның да енді оңайлары бар, оңай емес жерлері де бар. Бұл жерде түсінгенім, енді волна деген нәрсе болады. Мен қазір рет-ретмен түсіндіргенде, осы волна әр кездің өзінің бір сезоны болады. Осы біліп жүрген дүниелеріміздің қайсында сезон келе жатыр, соның волнасына ілініп алу мүмкіндігі бар. Мысалы, жаңағы о-маркет пен қараша, желтоқсан айларында газды басып, миллиондарды еселеп тұрып тауып қалатын кезеңдері болады. Тура сол сияқты Каспида да өзінің, қараңыз, Каспида бір дүние тұр. Мысалы, менің MacBook'ым мышкасы. Фотосы мен
астында характеристикасы. Мен осыған баға қойып қойсам, осыны мен сату мүмкіндігім бар. Каспи арқылы біз халыққа сатамыз. Одан кейін Wildberries деп атады. Енді біз Wildberriesті көп сына бермейміз. Неге? Өйткені бұл ресейлік, яғни басқа мемлекетті болғаннан кейін біздің өзімізде еліміз беріп тұрған мүмкіндіктерді көп жасағымыз келеді. Wildberriesті білесіздер, енді тегін емес, кіру үшін сатып аласыз. Товар жібергенде возвраттар келсе, оған төлем жасайсыз. Әр нәрседен комиссиясын ұстап отырады. Бірақ қандай да бір қазір маркетплейстердің заманы болып келе жатыр. Яғни дайын товарлардың тізімі тұр. Тек қана баға қойып, оны таба алсаңыз болды. Нарықтан таба алып, жеткізіп берсеңіз болды. Ол Қазақстанның 20 қаласына, мысалы, ауданда отырып, бүкіл Қазақстанды қамтамасыз ете беретін мүмкіндігіңіз бар. Оған ұқсас, жаңағы о-маркетіміз енді B2C, B2D деп шығайын деп жатыр. Тура Каспиға ұқсас, халыққа да, жеке компанияларға да сататындай системасын ашуда. Осылардың артынан ілесе алсақ, басқа да мүмкіндіктерді ашып отыра бере аламыз. Түсіндіре алдым ба? Одан кейін трейдинг акциялармен айналысу. Бұл да қазір елімізге кірді. Бірақ бұл жерде байқайтын нәрселер бар. Егер де сіз акциялармен айналысқыңыз келсе, сіз нақты өзіміздің еліміздегі банктерден шот ашу арқылы айналыссаңыз. Қазір мына осындай салаға түсіп кетсен, сізге бірден звондайды. Ресейлік алаяқтар телефон шалады. Осындай акциялардың формуларын көрсетеміз, системасын, анализдарын, таблицаларын дейді. Олар электронды болмайтын өздері қойып, сіздің шотыңызды өздері басқарып, сізге еселеп беріп, басында қызықтырып, кейін битіп жіберуі мүмкін. Сол үшін әлемдік акция, немесе еліміздегі де акциялар білесіздер, Қазмұнайгаз акцияларда шығуда. Каспийдің акцияларда шығуда. IPO-ға өткен әр Қазақстандағы мен деген бөлімдерден де акциялар алып айналысуға болады. Ол дегеніміз қалай? Мысалы, мен акциямен айналысу үшін мен өзімнің компаниямды қандай да бір деңгейге жеткізіп, оны әлемдік IPO-ға шығара алсам, оны мен әлемнен акционерлер іздей аламын. Мысалы, сіздің ақшаңызды мен еселеп беруге, мен өзімнің сенімділігімен гарантия беру арқылы жұмыс жасадым. Ол жерде қандай да бір сөздер әсер етіп кетуі мүмкін, бірақ основатель дейді, соған қатысты акцияларында ойнап тұру системалар болады. Сол үшін бастысы акциямен айналысу үшін де біз электронды системаға кіру үшін әлемдік деңгейге өте алуымыз керек. Яғни әлемдік экономиканы кішігірім болсын түсіне алуымыз керек. Бастапқыда еліміздегі мүмкіндіктерді бір ашып алыңыз, одан кейін қандай да бір 10% немесе 5%-лық ақшаңызды инвестиция әлемдік деңгейлерге шығара бастаңыз. Осы жерден де еселеу мүмкіндігін ашасыз. Бұл 4-ші жол. Шынымен де өз күніңізге келсе, бұл 4-ші жол. 5-ші бұл өндіріс. Көбісі айтады, Қазақстанда неге өндіріс ашпайсыңдар дейді. Біз оның қадамдарына енді өтіп жатырмыз. Қазір біз Қазақстан бойынша мың батырмыз. Елімізде өндіріс ашу оңай емес. Білесіздер, жылына миллиардтаған мемлекет ашқан өндірістердің барлығы банкрот. Оны басқару және нарыққа кіргізу системасы мүлдем бөлек. Мысалы, менің қаншама таныстарым болды. Орындық өндірісін ашты, басқа да бір өндіріс ашты, евро мебельдердің өндірісін ашты. Оңай емес. Жұмысшы ұстау ең қиын нәрсе. Өйткені жасайтын адам маман жоқ. Өндіріс ашқан кезде өз ісінің мамандарын тауып ең қиын нәрсе. Жақында ғана менің досым жай ғана отандық продукциялар және калаш дейміз, бауырсақ деген сияқты өнімді ашты. Оның ішінде жаңағы сосиска, тесті деп атады, пирожки деген сияқты қарапайым. Астана бойынша сұраныс өте жақсы. Қараңыз, 300 мың теңге продукция жасаса, магазин 40-50 магазинге тарап тастай салады. Сұраныс ұрып тұр. Бірақ жасайтын адам жоқ. Өйткені оны түнде жасау керек бір жағынан, және бір арнайы арналған мамандар жоқ. Бір күн келсе, 3 күн келмей қойды, 3 күн келсе, 2 күн жоқ деген сияқты. Айтқанда өз ісіне жауапты адамдар тауып ең қиыны. Сол үшін қандай да бір өнім ашу үшін адам уже командный система құрып алу керек. Яғни сіз команданы дұрыстап алсаңыз, өнім құруда өте оңай болады. Енді өнімнің бір арнайы мамандары болады, сол өнімге арналған. Сол үшін өнімді бірден ашқаннан қарағанда негізі бизнес, сұраныс, маркетингті реттеп алып, ары қаратай өткізу формуласын ашу керек. Өндірістің ең тиімділігі Қазақстанда қазір білесіздер, өндіріс өте көп ашылып келе жатыр.
ол қуантарлық жағдай. Сол үшін өнімге өту үшін де алдында айналымыңыз дұрыс болса, өнімді тез басқара аласыз. Өнімнің адамы болсаңыз, өз ойыңызды алып келсеңіз, біздің Мыңбатыр арқылы инвестиция алып, Қазақстанның 20 қаласына шығару мүмкіндігін де аша аласыз. Болашақта біз әр өнім шығарушыға дұрыс система құрып, 20 қалаға шығарып беру мүмкіндігін де дайындаудамыз. Сол үшін алдыңғы видеода жеп қойырсыз. Не істейді енді стройкадан басқа дейді. Адам ойланбаса, ол істейтін нәрсе таппайды. Ойлану керек. Ойланған кезде мүмкіндік ашады. Стив Джобс айтады, менде ақша жоқ болса, мен жүгіріп жұмыс жасап кеткен жоқпын дейді. Мен ойландым дейді. 2 триллион доллар Ресейдің экономикасының 2 есе жоғары компания құрған адам айтады. Тыңдауға болатын шығар. Сол секілді қазір командный системада сіз өз орныңызды таба алсаңыз, ол жақсы. Ал не істеріңізді білмей жүрсеңіз, ойланып барып, ойланатын карьерный ростыңыз бар, жұмыс жасау мүмкіндігі сізге тиімді жерлерге кіріңіз. Ал жаңағы алдыңғы видеоларда расымен де ол жұмыс өспейтін сал. Ол денсаулығыңызды беріп, 40-қа келгеннен кейін ешқайда жарамсыз болып қалатын нәрсе. Басқа төлеп береді, сіздің миыңызға төлеуге дайын. Сіз миыңызды көрсете алсаңыз, миыңыздың деңгейін шығара алсаңыз, идеяларыңызды нарыққа номер 1 қылып ұсына алсаңыз. Барлығы осы, бұл салалар міндетті түрде өсуге болатын салалар. Одан басқа Мыңбатыр даму орталығы қаншама мүмкіндікті бірлестіріп жасатқызуда. Магазин ашам десеңіз, бізден талқылау ала аласыз. Өзім Аллаға шүкір, білесіздер, құрылыс материалымен айналысам, құрылыс материалын сататын магазинім бар. Қазір машина кіргізу саласындамыз. Бұйыртса алдында көрсететін боламыз. Келесі 23 жыл осы машина саласында да номер 1 болатынымызды дәлелдейтін боламыз. Кез келген нәрсе бұл идея. Идеяңызды жүзеге асырып үйреніңіз. Аз-аздан бастасаңыз, аз арманыңыз үлкен армандарға апарады. Үлкен арманды бірден орындайын деп балотаға түсіп кетпеңіз. Амандықта, саулықта кездескенше. Мына видео ұнаса, жан-жағыңызға таратсаңыз. Достарыңызға, таныстарыңызға, туысқандарыңызға, ортақ чаттарға. Әр қазағың бай болсынды, іспен дәлелдеп жүрген Мыңбатырдың негізгі құндылығын түсіне білсін. Аман болыңыз, сау болыңыз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, жазылыңыз және колокольчикті басып алыңыз. Әр түрлі мықты видеолардан бір лайфқа қалып, ойыңыздағы идеяңызды жүзеге асырады деп ойлаймын. Бізге келіңіз, қосылыңыз, бірге өсеміз. Аман бол.